Міне жақында енді ораза келе жатыр ағайындар. Оразаға шынымен мықты дайындықпен керек жігіттер. Анау салдыр гүлдір жүріс болмайды. Бізде оразаға дайындал десе біз тары талқан алып дайындаламыз да. Жоқ, жүрегіңізді дайындаңыз. Қанша жыл болды ораза ұстап жүргенімізге? Өзгере алмай жатырмыз ғой. Осы оразада өзімізді өзгертуге әрекет жасайық. Оразаның парыздарын білу керек ол үшін. Ниет оразаның парызы, уақыт оразаның парызы, және тыйылу оразаның парызы. Осы тыйылу деген нәрсеге қатты мән берейік, жігіттер. Сіз өзгергіңіз келсе, қараңызшы, бір ай, ораза айында бір ай көзіңізді арамнан сақтаңыз. Тіліңізді ғайбаттан сақтаңыз. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кейбір адамдар ораза ұстайды, олардың азаннан кешке дейін аш жүргеннен басқа ешнәрсе жоқ оларға. Ешқандай сауап жоқ. Неге? Ғайбат айтқан. Ғайбат деген бұл бауырының етін жеумен тең. Тілімізді ғайбаттан, өтіріктен, өсектен сақтайық. Құлағымызды ғайбат, өсек, аяң тыңдаудан сақтайық. Ойлаңызшы, бір ай сауабынан айырылып қалмайын деп сіз аузыңызды өсектен тыйсаңыз, құлағыңызды өсек тыңдаудан тыйсаңыз, көзіңізді әшейін кезде тия алмайды екенсіз. Осы уақытта оразаның сауабынан айырылып қалмайыншы деп, ораза үшін көзіңізді тыйсаңыз, қалай ойлайсыз? Бір ай өзіңізді осылай ұстасаңыз. Қараңыз, енді бұл мысал ретінде. Бір ай, мына темекі шегіп бастайды ғой біреулер. Бір ай темекі шегеді ғой, қайтып тастай алмайды олар. Болды, олар ауру болады. Тастай алмайды, тастау үшін оқытылады, бір нәрсе қылады әйтеуір, бір нәрсені ішеді әйтеуір. Солай әдетке айналады. Енді сіз бір ай бойы ғайбаттан өзіңізді сақтасаңыз, өсектен тыңдаудан өзіңізді сақтасаңыз, харамға қараудан өзіңізді сақтасаңыз, өзгересіз. Міндетті түрде жақсы жағына қарай өзгеріс білінеді.